Аманбысың қазақ елім, сәлем бердім сіздерге. Бүгін беретін жолдамам сіздерге айтайын деген мына біздің қазба байлығымызды қаншама темірлеміз бар, өте қымбат темірлеріміз қазып жатырмыз Қазақстанның бойында. Өздерің білесіз, осы тикток арқылы бәрін біліп отырсыздар. Осы мен айтатын шешімім, бұл заң түрде бұл қазба байлығымызды егер де біз жауып тастасақ 5-10 жылға ешкім қаза алмайтындығы, американецтер де қаза алмайтындай, шет елдің азаматтары ешқайсысы қаза алмайтындығы, өзіміз де қазбай қояйық соны. Тек қана жауып тастау керек уақытша. 10 жыл болсын, 5 жыл өтсін, тек кетсін, жалмауызда кеткеннен кейін сол қазба байлықтарымызды өзіміз қазып өзіміз дамитын боламыз. Сол кезде заводтарымызды ашамыз, нетеміз, в общем, байимыз жақсы. Ал оған дейін тек қана нан өсірумен, жылқыларымыз бар, сиырларымыз бар, малымыз бар, сол мал өсірумен айналысайық. Қалаларымызды жөндейік. Қаншама қалаларымыз тозып жатыр, ауылдан ауылдан көшіп жатыр. Осының бәрін тоқтату үшін бізге айтып отырмын, ана қазба байлықты тоқтату керек. Өйткені осы қазба байлықтың арқасында қаншама жаман адамдар келіп шетелден осы жерге чиновниктарға ақша беріп, осының бәрін қазып жатыр, қаншама байлығымызды әкетіп жатыр. Осының бәрін тоқтату үшін бізге бұған тыйым салдырту керек, заң түрде. Қазуға ешкім рұқсат болмайды, халықтың шешімімен ғана қаза алатындай, и то оны өкіметтің нелері ғана қаза алатындай қылу керек. Басқалай біз мына болып жатқан жағдайды ешқалай нете алмаймыз. Біздің жоғарыда отырған адамдар бәрі соған нетіп алған, сеніп алған. Бюджетте ақша жоқ дейді. Қалай ақша жоқ? Қаншама металлымыз шетелге кетіп жатыр. Ол қымбат металлдар, өте қымбат металлдар. Граммдан өзі 80 мың долларға дейін барады. Сол қалай біздің бюджетте ақша жоқ деп. Мына штрафтардың салып жатқан ой тек қана халықтың аузын жауып үшін, темірлерді салмасын деп, осындай нелер үшін бізге осындай қайдағы жоқ, ойға сыймайтын штрафтар, халыққа қарсы шығып жатқан штрафтарға қарсы осының бәрін біз темірді тоқтатсақ, темірді, мұнайды, бәрін газды тоқтататын болсақ, уақытша 5-10 жылға жағдайымыз өзгереді. 5-10 жылдың ішінде. Егер де біз осыны тоқтатпайтын болсақ, заң түрде, мына біздің конституция уже бізге ешқандай көмек көрсете алмайды. Өйткені конституцияны ешкім бағынбайды, өзіндікі осы. Бүкіл мемлекетіміздің милициямен КМБ мемлекеті болып кеткен. Жай қарапайым халыққа не только ешқандай көмек жоқ, не жұмыс жоқ, не медицина жоқ бесплатный, түк жоқ. Жай қарапайым адамға түк жоқ. Мына үйіміз бәрі қалғалы отыр, совет үкіметінің алдында салынған үйлер әлі тұр ғой. Үкімет түк те істеп жатқан жоқ осыған. Сондықтан мына темірге біз тыйым салдырту керекпіз вообще. Запрет жасап тастау керек. Қазуға тыйым салдыру керек 10-15 жылға. Кейін біздің ұрпақтар өскеннен кейін бәрі ақылды жинағаннан кейін өздері шешеді. Қазамыз ба, қазбаймыз ба. Қазіргі таңда бізге осының бәрін жауып қазғызбау керекпіз ғой. Не темірді, не алтынды, не мысырды түгел қазбау керек. Бізге осы жылқымен, малмен, нан өсірумен уақытша бізге жетеді. Аштан атқамаймыз. Осыны ойлаңыздаршы, қалай кездессе жазыңыздар, комментарий жазыңыздар. Жазып қойыңыздар.